Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дамские пальчикидің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен отқа ыдысымызды құйып, оған суды құямыз және тұзымызды, қант пен сармайымызды салып, массамыз толық ерігенше жақсылап араластырамыз. Сармай толық ергеннен соң барып, ұнымызды саламыз. Енді баяу отқа қойып, массамыз қоюланғанша міндетті түрде тоқтатпастан араластырамыз. Массамыз біздің өте құрғақ болып шығатын болса, онда біздің профитолийіміз жақсы көтерілетін болады. Сондықтан міндетті түрде 5-6 минут тоқтатпастан осылай массамыз құрғағанша араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осы массаны бөлек ыдысқа салып, шамамен 2-3 минуттай суытып, судан соң барып жұмыртқаны араластыратын боламыз. Біздің массамыз суыды. Енді аз-аздан жұмыртқаны қоса отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Қатты қою, қатты сұйық емес, дәл осы видеодағыдай шығу қажет. Бізге осындай мешок қажет болады. Басындағы насадкасы 5 жұлдыз деп аталады. Мешокты осылай ыңғайлы ыдысқа қойып, массаны толық осы мешокқа салып шығатын боламыз. Енді пешке қоятын табамызды алып, осындай формада профитолийларды құйып шығамыз. 200 градус қызып тұрған пешке 45-50 минутқа салып, профитолийларымызды пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан тесталарды бірден печкадан алмаймыз. 10-15 минутта печкада ұстайтын болсаңыздар, профитолийдің арасы толық пісетін болады. Енді кремін дайындаймыз. Кремге бізге қаймақ, қант және сгущенка қажет болады. Бұл жерде ескере кететін жайт, қаймағымыз міндетті түрде 25%-дан жоғары болу қажет. Қантымыз міндетті түрде еру керек, сондықтан жақсылап араластырамыз. Біздің крем дайын болды. Біздің профитолийларымыз дайын, өте әдемі көтерілген, арасы толық піскен. Енді тесталар толық суығаннан соң барып осылай кремге салып, содан соң барып ыдысымызға салатын боламыз. Алдағы уақытта менің каналыма жаңадан салынған рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бикеш саусақтары тортымыз дайын. Енді шоколадты ертіп, үстінен осылай әдемі етіп сәндеп шығатын боламыз. Және кез келген жеміс түрін әсемдігі үшін қолдансаңыздар болады. Өте дәмді әрі өте оңай, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.